2022 қолда тұрған жеңіс көкке ұшты. Төгілген көз жастар сарқырамадай Мадрид қаласынан төмен ақты. Тоқта. Қазір 2023. Есеп бір қақпаға ғана ойналғандай 4-0 болды. Реал Мадрид түңілді. Реал Мадрид жеңілді. Гвардиола финалда. Жартылай финал өте қызықты өткен рас. Өткен жылы соңғы секундтарда Реал Мадрид жеңісті жұлып алып кетіп, Ситидің жанкүйерлерін шок күйінде қатырып тастаған еді, ал енді осы жолы барлығы керісінше. Осындай драмаға толы өте аянышты да қуанышты матчқа шолу жасайық. Сіздермен бірге Жераяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Қолдау ретінде арнама тіркеле кетіңіз, ерінбеңіз, себебі ол мен үшін өте маңызды. Алғашқы матч тең өтті. Есеп 1-1 болғанымен ол жақта басымдылықты Реал Мадрид ұстаған. Екінші қарымта ойын Манчестерде болды. Алаң қожайындарына жанкүйерлік еткен адамдардың шабыты бөлек. Себебі олар өткен жылды әлі ұмытқан жоқ. Өздерін барынша беруді жоспарлады. Ысқырық шалынды. Екі команданың құрамаларында ешқандай өзгеріс жоқ. Тек өткен ойында Холландты байлап ұстаған Рюдигер осы жолы қосалық құрамда қалыпты. Анчелоттидің осы шешімі өте қызық болып көрінді. 23-ші минутта бірінші пастардан кейін Де Брюйне жалғыз қалған Сильваны көріп, соған пас береді. Ал Бернардо өте құйтырға тепті. Барлық футболшылар теуіп жүрген арғы бұрышты емес, бергі бұрышқа айналдыра салды. Куртуа байғыз қайда секірерін білмей, допты көзімен шығарып салды. Тамаша гол. Мадридтіктер қандай қателік жіберді? Негізі осы Сильваны ұстау Камавинганың міндеті еді. Уокерге доп келген кезде оған жабысып артын бос қалдырды. Бос қалған Сильваны жабу Кросстың міндетіне айналды. Естідіңіздер ме, осы уақытқа дейін қорғаныста Кросс жақсы тұрып берді дегенді? Мен де естімедім. Ақыр соңы Сильва жалғыз өзі допты қабылдап, шеберлігімен есепті ашты. Сол қапталда керекті адам болмаған соң, Камавинга сол қапталдың қорғаушысы болып, амал жоқ жүргенін білеміз. Сол үшін жас баланы кінәлап мазасын алмайық. 35-ші минутта Бенземадан алған пасты Кросс оң аяғымен соққылатады. Доп қақпаның маңдайшасына тиіп, Сити жанкүйерлерін бір сәтке үнсіз қалдырып тастайды. Сантиметрлер төмен болғанда сұмдық гол болар еді. 37-ші минутта Сити тағы да шабуыл жасап, Гюндоғанның қайтарылған добына Сильва жай ғана басын қойып, ашық қақпаға тастай салғаны есепті 2-0 етті. Керек жерден табылатын ойыншы ол Холланд еді. Бұл матчта Сильва болып тұр. Модрич осы кезде Сильваның алдына шығып тосқауыл болғанда голды болдырмауға мүмкіндік алар еді. Ал Бернардо дубль авторы атанып отыр. Жалпы бірінші таймды қорытындылап өтейікші. Себебі басқа матчтарға қарағанда бұл бірінші таймды айтпасақ болмайды. Реал Мадрид бір ғана соққы жасады. Оның өзі жаңа көргендеріңіздей Кросс қана. Оның өзі XG көрсеткіші бойынша гол болуға бір ғана пайызды құрады. Ал Сити дәл осы уақытта 13 соққы жасап, оның 5-еуін дәл қақпаға тепкен. 72% доп ұстау көрсеткішін көрсетті. Не болып кетті өз ағайын? Сити кіммен ойнап жатыр? Осыма 9 жыл ішінде 5 рет Чемпиондар Лигасының чемпионы болған команда? Екінші таймға өтейікші. Сити ойынын өзгерткен жоқ. Бірақ бұл жолы Реал сәлде болсын ойнайын деді. Тағы да айтам, тек сәлде болсын ғана. Өйткені Сити әлі доп бермей басымдылығын көрсетуде. 51-ші минутта айып соққысын Алаба гол соғуға үлкен мүмкіндік алды. Бірақ допты Эдерсон қайтарып жіберді. 73-ші минутта Холландқа Гюндоған керемет пас береді. Ол Куртуаны алдай алмады. Мына Холландтың Куртуаға жасаған бірінші емес, екіншіде соққысы емес. Бельгиялық қақпашы бұл шабуылшыға гол салуға ешқандай мүмкіндік бермей жатыр. 76-ші минутта Кевиннің айып алаңына шарған пасын Аканджи қақпаға сәл ғана бағыттап жібереді. Негізі бағыты ондай қатты өзгерген жоқ еді. Бірақ орта жолдан допты қайтарам деген Милитао бағытын тіпті бұрып жіберіп, есепті 3-ке дейін апарғызды. Егерде қорғаушы жағаласпағанда Куртуа допты ұстайын деп тұрған. Алайда қорғаушы жағаласпаса, өзге команданың қорғаушы Рубен Диаш салып кету қаупі жоғары еді. Басында допты автогол ретінде Милитаоға жазған еді, кейін барлық басылымдар Аканджиға жазыпты. Ал Кевин Де Брюйнеде 26 ассист болды. Егерде маусым біткенше 31 санына жетсе, Мессидің 2012-де қойған рекордын бұзады. Реал Мадрид өзінің бағын тағда сынап көргісі келіп, қайта шабуылдай бастады. Негізі мен сендім. Есеп 3-0 болса да 3 голды сол 15 минутта салып тастайды дегенге. Себебі Реалдан барлық нәрсен күтуге болады. Өткен жылы Ситидің өту пайызы 1 болып тұрған кезде де соңғы минутта 2 гол соғып, қосымша таймды тағы 1 голмен финалға өткен еді. Осы жолда солай неге жасап көрмеске деп ойладым. Алайда мынандай ойынмен камбектің иісі де шыққан жоқ. Қаншама қосалық құрамнан шыққан ойыншылар да көмегін бере алмады. Бәлкім Эден Азар бұл мәселені шешіп есепті өзгертер.
Жоқ, қазіргі Азардың қолынан мұндай келмейді. Енді қызыққа қараңыздар. Холландтың 90 минут бойы сала алмаған голын әлем чемпионы атанған Альварес болса 1 минутта салып кетті. Фоден мен Альварестің қосалық құрамынан шыққандары осы ғана еді, нәтиже шығарып үлгерді. Бәлкім ойынның басынан бастап осы Альварес пен Фоденді шығарғанда не болар еді деп қоям. Реал Мадридтің қорғаушылары кешірім сұраймын әрине, бірақ үлкен жыртық шалбарға ұқсап кетті. Қайда пас берсе де өтіп жатыр. 4-0 деген не деген сұмдық, не деген масқара. Мұна ұят болған есепке Испанияның журналдарда бей-жай қарамай басты беттеріне жылау және зардап шеккендердің ұрып соғылу деп шығарып қойыпты. Әсіресе мұна екінші тақырып қатты кетіпті. Реал Мадрид дәл осылай масқара шығып Чемпиондар лигасына тек 5 рет қана ұтылған екен. Сонау 65 жылы Бенфикадан 1-5 болып, 80 жылы Гамбургтан тағы да 1-5 болып, 89 жылы Миланнан 0-5, 2009 жылы Ливерпульден 0-4. Ендігі жылда осындай көрмес үшін бір нәрсені өзгерту керек. Ал Манчестер Сити болса Чемпиондар лигасында өзінің үйінде ұтылмай жатқанына 26 ойын болыпты. Соңғы рет 2018 жылы Лионнан топтық кезеңде 1-2 болып ұтылған екен. Матч үздігі кім? Ол Бернардо Сильва. 2 голынан бөлек қаншама жақсы іс-қимылдар жасады. Үздіктің үздігі. Енді әр ойыншыға жекелей тоқталып өтейін. Айтарым бар, мысалға Кевин Де Брюйне. Мына матчта маған мүлде ұнаған жоқ. Пастарының 70-80% қате не қатты болды. Өте ауыр қимылдап жүрді. 2 нәтижелі пас берсе берген шығар, бірақ өте көп пасы көңілді түсірді. Егер де матчты көрген болсаңыздар, менің сөздеріммен 100% қосыласыздар. Не болды бұл кісіге өзі? Әрбір пасы бриллиант пасқа тең болатын ойыншының мазасы болмады ма? Ойынның ортасында Гвардиолаға да аузыңды жапшы деп те айқайлап берді. Шынымен де көңіл-күй болмаған секілді. Реал сапынан бірнеше ойыншылар өз деңгейінде ойнамады. Олар Модрич, Кросс, Бензема, Винисиус, Родриго және тағы да басқа жалпы команданың барлығы. Тек Куртуа ғана 100% сәттердің көбісін қайтарды. Егер де басқа бір қақпашы болса, есеп 4-0 емес, одан да көп болар еді. Бірақ Камавинганы жеке айтайын. Лекюб журналының айтуы бойынша, Камавинга енді сол қапталың қорғаушысы болғысы келмейтін айтты дейді. Расменде бар мүмкіндігін ол сол қапталдан қорғаушысы болып көрсете алмай жүрді. Себебі қорғаныс оныкі емес. Ол көбінесе ойынды жүргізетін ойыншы. Әрине өткен ойындарда қазір ойнап жүрген позициясында өзін жақсы көрсетіп жүрді. Алайда шынымен де қиын қыстау кезеңде кемшіліктері көрінгені анық. Пеп Гвардиола Чемпиондар лигасында 100 жеңіске жетті. Оған осындай нәтижеге жету үшін 160 қана ойын керек екен. Үлкен әріптестері Карло Анчелоттиге 180, ал Алекс Фергюсонға 184 ойын. Осымен финалда Интер мен Манчестер Сити. Финал қызық болайын деп тұр. Сіздермен бірге желі аяқтай арнасы. Бізбен бірге болыңыздар. Амандықта жолыққанша сау саламат.